Сәлем достар, Қаршыға каналына қош келдіңіздер. Біздің көмегімізбен сіздер домбыра ойнауға машықтанып, барлық қажетті теорияны үйреніп қана қоймай, тарту деңгейінің сапасын арттыратын боласыздар. Келесі қандай күйді ойнағанымызды қалайсыздар? Комментарийге өз ойларыңызды жазсаңыздар болады. Біз міндетті түрде ескеретін боламыз. Құрманғазы атамыздың күйі түрмеден қашқан. Түрмеден қашқан бірінші бөлім. Енді осы бірінші бөлімді талдауға кірісейік. Алма-кезек қағыстар жүреді. Бірінші ашық шек, бас бармақ, бесінші дыбыс. Дыбыс бірінші саусақпен, ары қарай бас бармақ 5, асты 4 бірінші саусақ. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да басынан бастап көштерге дейін асық ойнап берейін. Ары қарай талдаймыз. Алма-кезек қағаз ашық шекте жүреді. Екінші дыбыс. Бас бармақ 5, асты 4-ші дыбыс бірінші саусақпен. Енді бас бармақ 7-ші дыбысқа қосылады. Астыңғы шек ашық. Ары қарай 4-ші саусақпен 9-ші дыбыс қосылады. Екінші саусақ 7-ші дыбыс. Бас бармақ 5, асты 4-ші дыбыс бірінші саусақпен. Бас бармақ 7-ші дыбыс, асты ашық. Қайтып 4-ші саусақпен 9-ші дыбыс қосылады. Екінші саусақ 7-ші дыбыс, бас бармақ қала береді. Бас бармақ 5, асты 4-ші дыбыс бірінші саусақпен. Бас бармақ 7-ші дыбыс, астыңғы шек ашық. 4-ші саусақ 9-ші дыбыс. Екінші саусақ 7-ші дыбыс.
ары қарай бас бармақ 10, асты 12, төртінші саусақпен. Астыда, үстіда жетінші дыбыс, екінші саусақпен басамыз астыңғы шекті. Төртінші саусақ, 9-шы дыбыс, бас бармақ қала береді. Екінші саусақ, жетінші дыбыс, бас бармақ 5, асты 4, бірінші саусақпен. Екінші дыбыс, үсті ашық. Сіздерге түсінікті болу үшін осы бірінші бөлімді толығымен бірнеше рет асықпай ойнап беремін.